ютубқа музыканы қайдан алып қоямыз? Кез келген приложениедегі музыканы алып қоя салуға болмайды. ютубта авторлық құқық қағидасы бар. Сол үшін фонотека деген не үшін керектігін талқылайтын боламыз. Мен ютуб бойынша тегін сабақтар жүктедім. Әзірге бұл сабақтар ашық доступта. Сол үшін көріп, үйреніп, іске асырып, табысты болуға қадам жасаңыз. Әрі қарай кеттік. ютубтың музыкаларын алып қоя аламыз. Сонда авторлық құқық бұзу болып саналмайды. Әрине, өзіңіз шығарған және авторлық құқығыңыз болса қоя бересіз. Музыканы жүктеу үшін сіз Google'дан творческая студия деп іздейсіз. Сосын сол сілтеме бойынша өтіп аласыз. Енді 3 сызықшаны басасыз. Сол кезде фонотека деген нота секілді белгі тұрады. Сол белгіні басқан соң музыка шығады. Музыканы өзіңіз таңдайсыз. Жанр, настроение, для детей деп таңдаулар шығады. Соған басып, өзіңізге ұнайтын музыкаларды жүктеп аласыз. Мінекей, сіздермен фонотека деген не үшін керектігін, не үшін екенін түсіндік. Келесі сабақта қаралым жинау туралы сабақ болады. Сол себепті тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз.